Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Назарбаев ақыры кетті, нұрботтар еңіреп жыласа, қарапайым қазақ қуанды, ал қазақтың сауатты адамдары жаңа қорытындыға келді. Тоқаев Назарбаевты қамауда ұстап, әрбір қадамын бақылап жүр. Сіздің ойыңызша, Назарбаев Тоқаевқа не үшін тұтқында керек? Сауда әлі де жүріп жатыр ма? Пікіріңізді жазып, осы видеоға лайк қоюды, подписка жасауды ұмытпаңыз. Ал енді бастайық. Конституцияға енгізілген өзгерістерге сәйкес, Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев сайлауға қатыса алмайды, және әзірше ол қауіпсіздік комитетінің бақылауында отыр екен. Бұл туралы бүгін әділет вице-министрі Алма Мұханова айтты. Республикалық референдумда қабылданған түзетулерге сәйкес, бұл норма Конституциядан алынып тасталды. Онда тұңғыш президентке 2 реттен артық сайлауға қатысу туралы норма қолданылмайтын. Бұл норма алынып тасталды деп қайталады министрдің орынбасары. Осыған байланысты журналистер Алма Мұхановадан, демек, Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев кімді тұтқында ұсталынып отыр ғой, деп сұрады. Жоқ, Конституцияда бұл норма жоқ, ол бақылауда ғана ұсталынып отыр, бірақ құқықтары шеттетілген, деді вице-министр. Айта кетейік, күні кеше мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Назарбаевтың қылмыстарын ашық айтып еді. Нығматулиннің мафиясы. Қазақстандағы көп мәселенің бірі жоғары лауазымды шенеуніктердің өкілеттігін асыра пайдалануы. Себебі дағдарыс жағдайында азық-түлік базасының күрт тарылуы, ал ішкі саяси тұрақсыздық тығырыққа тірелгендерді олар әлі де болса олардан әлі шығарылмай тұрып жеуге тырысады. Хабарламалар. Еліміздің өңірлерінен алынған мәліметтерге сүйенсек, қазір көп жерлерде Атырау облысында Берге Рысқалиевтің білігі кезінде болған процестерге қатты ұқсайтын процестер жүріп жатыр. Соңғысына қатысты сот үкімі заңды күшіне енгендіктен, оның руын ұйымдасқан қылмыстық топ, ал өзін ұйымдасқан қылмыстық топтың жетекшісі деп атауға болады. Демек, қазір Қазақстанда облыс және төменгі әкімдер басқаратын жаңа ұйымдасқан қылмыстық топтар құрыла бастады. Болып жатқан жағдайдың экономикалық мәні мынада: жергілікті кәсіпкерлерге заңсыз экономикалық емес қысым көрсету ғана шенеуніктердің тез және байыппен ақша табуға мүмкіндік береді. Инвестициялық, даму және басқа да жобалардан комиссия жинаудың ұзақ схемалары қазір тиімсіз, бизнеске байланысты тиімсіз. Сондай аймақтардың бірі Қарағанды облысы. Ондағы болып жатқан оқиғалардың өзге өңірлерден ерекшелігі, ондағы рейдерлік әрекеттің басты пайдасы қыр парламенті мәжілісінің төрағасы Нұрлан Нығматулин. Қазақстан Республикасының бұрынғы премьер-министрі Серік Ахметов қамауға алынып, сотталғаннан кейін оның аймақта мықты қарсыластары болмады. Өңірлік элитадағы ішкі тепе-теңдік жасанды түрде бұзылғандықтан, бүгінде Нұрлан Нығматулин мен оның егіз інісі барлығына дерлік шамасы жетеді. Ендеше, жақын арада Қазақстан парламентінің төменгі палатасының басшысын сол Берге Рысқалиевпен салыстырады деп сеніммен айта аламыз. Дегенмен, жергілікті бизнес мәселесі Ақорданың мәселесіне айналары сөзсіз. Өйткені Қарағанды облысы елордаға жақын орналасқан кең байтақ қана емес, ішкі саяси құрылымы жағынан да күрделі. Демек, Нұрлан Нығматулиннің жігіттері қазір ақша алып, көбіне бизнестің өзі алып жатқан кәсіпкерлер өз қылмыскерінің жауларынан құтылудың жолын іздей бастайды. Оның үстіне мәжіліс басшысының өз жаулары жетерлік, кейбірінің билігі де көп. 1-2 жылдың ішінде Нұрлан Нығматулин мен оның егіз інісіне рейдерлік, яғни бөтеннің кәсібі мен мүлкін тартып алып, кәсіпкерлерден заңсыз салық жинады деген ашық айып тағылатынын болжауға болады. Десек те, Қазақмыс корпорациясының Балқаш мыс зауытынан мыс ұрлауды ұйымдастырып, оны Қытайға контрабандалық жолмен жеткізген деген айып тағы да түйінді болып шығуы мүмкін. Мәселе мынада, бұл оқиға оқшау емес. Біраз уақыттан кейін жағдай басқа аймақтарда да қайталануы мүмкін. Онда жаңа әкімдерді тағайындау және сол арқылы ағымдағы кадрлық мәселелерді шешу арқылы президент байқаусызда оның жаңа тағайындалған адамдары жергілікті экономиканы игеретін жағдайды жасап, ақша ағындарын қайта бағыттауға тырысады. Өз халқының қолына. Қаңтарда көті ашылған Ерлан 3 жыл ішкі істер министрі болған. Одан кейін президенттің кеңесшісі қызметін атқарған Ерлан Тұрғынбаев қаңтар оқиғасына қатысты тергеуге шақырылған. Бұрынғы ішкі істер министрі Ерлан Тұрғынбаевтан бас прокуратураның ведомствоаралық тергеу жедел тобы тергеп жатқан қылмыстық іс бойынша жауап алды делінген прокуратура ресми хабарламасында. Ведомство тергеу мүддесіне сай басқа ақпарат жариялауға жатпайтыны хабарланған. Ал достар, Тұрғынбаев тағы қандай құпия айтады екен? Шапырашты кланы жойылатын болды. Ақпан айынан бері президенттің кеңесшісі болған Быттыр Ерлан Тұрғынбаев 17 тамызда қызметінен кеткен болатын. Оған дейін 3 жыл ішкі істер министрлігін басқарған және енді ғана жауапқа тартылатын болды. Бұған дейін қаңтар қырғыны кезінде қаза тапқандардың барлығының аты жөні жарияланды.
Қасым-Жомарт Тоқаевтың бұл кадрлық шешімі туралы Ақорда сайтындағы ресми хабарлама ұятқа қалдырарлықтай қысқа. Мемлекет басшысының жарлығымен Тұрғынбаев Ерлан Заманбекұлы Қазақстан Республикасының ішкі істер министрі қызметінен босатылды. Болды. Яғни Тұрғынбаев отставкаға кету туралы арыз берді ме? Әлде Қазақстан Республикасының президенті оны өз бастамасымен қызметінен босатқан ба? Дәл осылай босатқан ба? Әлде алдын ала ризашылығын білдірді ме? Әлде керісінше зейнеткерді әкелуді тапсырды ма? Түсініксіз. Әділдікке. Біздіңше бұл бюрократиялық қателік немесе жалқаулық емес, Ақорданың саяси сақтығы. Шамасы Қасым-Жомарт Тоқаев пен оның командасы ақыры жұртшылықтың талаптарын орындауға мәжбүр болды. Бірақ бәрі қағаз жүзінде екі жақтың да наразылығын тудырмайтындай етіп реттелді. Бұрынғы ішкі істер министрін талап еткендер сияқты. Қаңтардағы қайғылы қасірет пен қылмыстық іс-әрекеттер үшін қол астындағы қызметкерлерінің бастыққа асқар тау болған. Ел тыныштығы мен тыныштығын кеудесімен қорғаған Қазақстан Республикасы жауапқа тартылсын. Бірақ сонымен бірге Ақорда саяси ишарат жасады. Одан бүгін оған кімнің мүддесі Тұрғынбаевтың отставкаға кетуін талап еткендер ме, әлде оны қорғағандар маңыздырақ екені анық аңғарылады. Әңгіме ол бірден Қазақстан Республикасы премьер-министрінің кеңесшісі болып тағайындалды. Бірақ сонымен бірге қазіргі қазақ билігі елдегі наразылық көңіл-күйі қайтадан күшейіп, көшеге шығуы мүмкін екеніне шындап дайындалып жатқанын анық түсіну керек. Ал бұл оқыту кем дегенде екі бағытта жүргізіледі. Бұл бағыттардың біріншісі билік блогын нығайту және реформалау. Оған ерекше назар аударылғанын Қазақстан Республикасы президентінің өткен аптада қабылдаған басқа да кадрлық шешімдері, атап айтқанда, Әсет Исекешевті Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік кеңесінің хатшысы қызметінен босату және Ғизат Нұрдәулетовті тағайындау дәлелдейді. Оның орнына осы лауазымға Исекешевтің мемлекет басшысының көмекшісі болып қалуы 2022 жылғы қаңтар трагедиясының салдарынан оған жеке шағымның жоқтығын немесе оны бермеу туралы шешім қабылдағанын көрсетеді. Бірақ соған қарамастан Қасым-Жомарт Тоқаев және оның командасы бірінші кезекте мемлекеттік хатшы Ерлан Қарин Қазақстан Республикасының Қауіпсіздік кеңесін республиканың ішкі саяси қауіпсіздігі мәселелерімен айналысатын бас құрылым ретінде, Нұрдәулетовті комитет мүшесі ретінде және кәсіби қауіпсіздік қызметкері. Оның және оның ізашары арасындағы түбегейлі айырмашылықты түсіну үшін олардың өмірбаяндарын салыстыру жеткілікті. Сонда бәрі бірден түсінікті болады. Қазақстандықтардың жалғасып жатқан наразылығына тек ауызша уәделермен, принципсіз шешімдермен ғана емес, күшпен де жауап беруге Ақорда өзін қашан дайын сезінетінін айту қиын. Шамасы Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің арнайы операциялық жасақтары жасақталып, даярланып, пайдалануға дайын болғаннан кейін, Қазақстан Республикасы ішкі істер министрлігі ұлттық ұланының тиісті бөлімшелері қалпына келтіріліп, қайта даярланады. Ұлттық Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік комитеті қайта форматталып, оның қызметі, яғни арнайы жасақ бөлімшелері күшейтілді. Бірақ бұл ертең болмайды. Екінші бағытқа келер болсақ, наразылық танытатын қазақстандықтар мен теріс көзқарастағы шетелдік қоғамдық пікірді ішінара жеңілдіктер арқылы басу. Онда біздің инсайдерлердің пікірінше әбден экзотикалық, біздіңше қазір құтқарушыларды құрбандыққа шалу арқылы нұсқалар қарастырылуда. Солардың бірі Қазақстан Республикасының мемлекеттік хатшысы Ерлан Қариннің қоршауында Қазақстан тарихына Жаңаөзен қасапшысы деген атышулы лақапатпен мәңгілікке енген Қазақстан Республикасының ішкі істер министрі Қалмұханбет Қасымов.